және мәдени саясаттың жалпылдық міндеті білім алушыларды көркем әдебиетті оқуға тарту, оқу мәдениетін дамыту және кітап оқудың құндылық ретіндегі беделін арттыру. Көркем әдебиетті оқу, еркін сөйлейтін, ойын дұрыс жеткізетін, сауатты жазуға қабілетті, ақыл-ойы дамыған, рухани адамгершілік тұрғыдан жетілген тұлғаны дамытудың маңызды құралы. Оқуға құштар мектеп челленджі отандық және әлемдік озық шығармаларды насихаттауға, білім алушылардың кітап оқу қызығушылығының, оқу сауаттылығын арттыруға, оқыған кітабын жалпылау және талдау қабілеттерін дамыту негізгі шығармалық қиялының қалыптастыруға, кітап оқуға құштарлығын арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар челлендж білім алушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға да негіз болады. Ұлпан шығармасын оқыған болатынмын. Ұлпан шығармасындағы басты кейіпкер Ұлпан және Есеней. Бұл 19 ғасырдағы қазақ әйелдерінің теңсіздігі туралы сипатталған. Мен Джек Лондонның Белокөк кітабын оқыдым. Бұл кітапта адамның ортасына барған қасқырдың тағдыры туралы айтылған. Мен Алдаберген аяулым, Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Челлендж мақсаты білім алушылардың кітап оқу мәдениетін дамыту және белсенді кітап оқуға тарту. Оқуға құштар мектеп челленджі кітап оқу мәдениетін дәріптеу. Барлық білім беру ұйымдарына бір уақытта білім алушылар өздері таңдаған кітабынан үзінді оқыды және басқа қатысушылармен ой бөлісті.